Амитока каналына қош келіңіздер. Достар, біз қазір мектептегі өмір деген фильм атты түсіретін боламыз. Ал көп сөйлемей кеттік. Ой, кешіріңіз апай. Жынды. Неғып кешіріңіз апай деп жүрсің? Жындысың ба? Я сол ғой. Мен апай бар десем, жоқ апай қазір келеді. Апай келмегенде шүкір де, сол ғой. Апай келмегенде шүкір де, әйтпесе апай сені өлтіретін еді. Енді тезірек отырайыншы. Қазір апай келеді. Апай келеді. Қараңдар, апай келеді. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз. Балалар, бүгін сендерге басқа апай беретін болады. Ал мен жұмыстан шығам. Наконец-то. Yes. Неғып есіз болып отырсыңдар? Мен шығам жұмыстан, сендердің кестеріңнен осы. Апай, бізді кешіріңіз. Апай, сізді үйтіп жұмыстан шығарамыз деп ойлаған жоқпыз. Бізді кешіріңіз, апай. Болды, балалар. Сау болыңдар, қазір сендерге жаңа апай келетін болады. Енді сау болыңдар. Сау болыңыз, ұстаз. Наконец-то апай кетті. Осы апайдан құтылғым келіп жүреді. Сол ғой, мен де емес, ұрса береді ой. Не болса да бір ұрса береді. Наконец-то, енді бүгін арманым орындалды, наконец-то. Қазір енді мен көріп келейінші. Қыздар ұлдан яқта бір апай келатыр, что-то бізге келатыр. Жаңа апай келатыр. Айқайламаймыз. Ол типа ұрса беретін болса, көзінен жаман болып, қайтадан жұмыстан шығарып жібереміз. Ал жақсы болса тек андай, жақсы болса мейлі, жақсы болса болады. Ұстырмаймыз әйтеуір. Жарайды, қазір келсе көрейік. Мына кабинет деді. Бізде қаншаншы кабинет деді. Мынау, осы. Енді әдетті боламыз ғой. Тоқтап кірейін. Апай ма тоқтатып жатқан? Кіре беріңіз, апай. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Апайларына айтып кеткенде, мен сендерге жаңа апай болатын болам. Сәлеметсің бе, рахмет, отыра бер. Жотына апай жуас сияқты. Балалар, енді мен сендердің аттарыңды білмеймін, сендер мен аттарымды білмейсіңдер, сондықтан есімдерімізден танысып кетейік. Апайым сөйткен болар. Сіздің атыңыз кім? Менің атым Әсел болады. Күшті ат екен. Сол ғой. Енді сендерге жақсы апай болуға тырысам. Бізде енді балалар, сендердің аттарыңды таныстырып кетейін. Менің атым Нұрдәулет. Жақсы есім екен. Ал сенің ше? Менің атым Ильяс болады. Ал бірінші ұлдардың аттарын көрейік. Сенің екі егіздер тұл екен ғой бізде. Жарайды, сенің атың менікі жындысың ба? Вообще сенің атың Нұрдәулет емес қой. Ойбай, мен екі егіздің атын жұтып алып өзімдікін кеткен қалай кетті. Сонымен сендердің аттан кім? Басынан айттыңдар. Менің атым Арман, менікі Ильяс, мен атым Нұрдәулет, менікі Ердәулет. Енді қыздардікін сұрап шықсақ. Менікі Асия. Менің атымды айтсам бола ма? Айт. Енді менікін шатаспаңыз. Менің атым Сымбат, менікі Қымбат. Ойбай, шатасып кеттім ойжы. Менің атым Алия. Жақсы есім екен бәрілерінікі. Бізде осындай оқушылар ма? Сен атың Арман, Ильястың қасында отырш.
жарайды. Кішкене дұрыс-ақ болыпты. Жақында сендерге менің қызымды қосам. Сол кезде қызым қосанда бәріміз көп боламыз. Я, апай. Жарайды. Қазір сендерге Қазақстан тарих болады. Мен кетемін. Апай, өзіңіздің таныстырып кетпейсіз ба? Қандай түс жақсы көретініңізді, сондай. Жақсы көретін түсім жасым 27-де. Сонда 27-де. Сендердің жастарың қаншада өзі? Менің жасым 13-те. Менікі де тоже 13-те. Екімізгі 13-те. 14, менікі 14. 13-14-те екенсіңдер ғой бәрлеріңе. Енді бізде қазір балалар Қазақстан тарих болады. Мен кеттім. Сау болыңдар балалар. Сау болыңыздар. Дәл осы апайды ұнатып та тұрған жоқ екен. Сол ғой. Бәрі не айтамайды, дұрыс ұрса береді еще. Қазір ұрысқанын көреміз. Сол ғой. Ұрысқанын көреміз енді. Ой, еще жасылды белгілеп кетіпті да. Енді апайдың не істейміз? Так, енді не істесек болады? Жарайды, апай кетіп қалды ғой. Қазір апай келеді тағы да. Ағай ма өзі? Білмеймін, сондай ағай-ау. Сол ғой. Балалар, саймасыңдар ма демейсіңдер ма? Саламатсыз ба ағай? Сөйтіп айтсаңдаршы, шынатын бері. Шынтысыңдар ма сендер? Жарайды, тақтаға жазасыңдар. Ойбай, үй тапсырмасына не бердік? Үй тапсырмасына бізде осы жануар сыртында кітаптың жануар туралы біз не бергеміз? Соның дене мүшелерін соған түсініктеп бергеміз. Так, кім айтады? Ағай, мен айтсам бола ма? Кел тақтаға шық, жарайды. Ол жануардың дене мүшелерін дегендері. Ой, балалар, сендер бәрлерің айтып болыңдар, я? Я, ағай, айтып болдық бәріміз. Отыра тұрыңдар, бәрлеріңе 5. Сосын саған арман 2. Неғып дұрыс айтпайсың, а? Еще сабаққа дұрыс қатыспадың сен. Бар сабағыңды оқымасаң сені ұрам. Ұқсын ба? Вообще, осы сендерді бір ұнамайсыңдар сендер. Осы бір тағы 7-ші классқа кірсең бар емес ба? Вообще күшті қылып оқиды ғой. Сендерден күшті. Вообще күшті. Не айтсаңдар да соны орындайды. Білесіңдер ма, айтшы? Болды. Енді сабақтарымды оқымасаңдар, сендерді директорға айтып, директордың алдынан бірақ шағысыңдар. Осы ағай қуат. Демда қуат. Таза қумаса қумайды ғой. Вообще келетті ұрсат. Сосын, білмеймін, Айша жоқ, кетет жынды ұқсап. Осы ағайды ұнатпаймыз ше? Айтпаштай, ағай, не болды сабақ? Ешнәрсе болды. Ұнамайды сабақ бүгін. Неғып? Білмеймін. Айтпаштай, документтерді беріп жерес ба? Я қазір директорден алып келу керек еді. Я қазір мен директорге алып келгенше қолым бос емес еді. Қоя беріңіз, онда өзім алып келе саламын. Жарайды, мен кеттім. Осы қоңырау болғанда шықпаймыз, не? Жүндір шығып келейікші. Я айтпақшыда шығып келейікші, соғы отыра береміз, шындықсап жүріш кеттік. Қымбат, не болды? Осы көрген мемлекке қатысамыз ғой біз ше? Я сол кезде осы білмеймін. Осы көрген мемлекке қатысамыз ғой. Давай екеуміз бірге қатысамыз. Жарайды. Бүгін бірге қатысайық. Мына құмыраларды жасайын. Болды жасайын. Осы мен
Алияны ұнатып қалдым. Қумаш, Алияны ұнатып қалдым деймісің ба? Я осы Алияны ұнатып қалдым. Шынысың ба? Ой, мен сіңілімді ма? Я, оған не ұнайтынын бір айтайын, сөйлесеміз. Айтпақшы, екінші сабақты жүр дұрыс айтамын сендерге. Қайта қыздарды болады. Жүрш, біз дұрышқа барып қоятайық. Балалар қаға топыр еді. Дұрышқа қой. Дұрышыман екінші сабақ жарайды. Болып бара беріңдер. Жүрш, кеттік. Біз де барайық. Кеттік, наконец-то. Дұрышы қой. Қымбат пен сымбат ше? Айтпақшы, қымбат пен сымбатқа звондашы. Не болды? Дұрышы ма? Ойбай, жүр кеттік, қымбат. Жүр кеттік бол, тез. Жүкір. Ей, туй. Бұл тез үлгерек. Кеттік, наконец-то. Кеттік, жүгір. Кеттік. Жүр. Айтпақшы, бізде қандай не болатын еді? Қазір ағай келуі мүмкін. Ағай келуі мүмкін. Мен ағайым айтпақшы бар, жүгір кеттік. Балалар, қазір біз қыздар өнер көрсетеді, ұлдар волейбол ойнайды. Сосын сендер ортан түсіп ойнайсыңдар. Құмаңшы ағай, біз кішкентай баламыз ба? Атқан жаса деймін, жасаңдар бол тез. Жарайды. Осы ағай уатсыңдар, шынды құсап уатсы ғой. Жүгет қыздар, жүріңдер. Айтпақшыдай, киімдерімізді ауыстырайық біз. Кірмеңдер. Давай. Сіз жыныс бар? Бар шығыңыз. Бізде қазір мынау тоқта бізде жоқ. Басқа рөлде ойнаймыз деді. Ей! Бай! Қалай екен? Ей, асыңа түсе бердің ғой сен. Жарайды, бізде мынақта крас тұр кен. Шықшы бол тезей. Мынақта тұр сен. Біз тағы түсе бересің. Қаншты аналар? Мен аны кем? Неға қоя тұрайық. Ал мен нан кем. Жем болып тұрмаған. Ей, осы сымбатта бір құтылықты жүрек. Жарайды. Қымбат. Сымбат. Ойбай. Шатас кетті қойшы. Аттарым. Менікі қымбат. Ал мен сымбат. Жарайды. Сымбатын менен кием. Жарайды. Сан жарысты болып тұрда. Әріміз көліктерімізге балды, енді ұлттар бізге ғашық болады. Бұл шуптарды танып атын шығамыз, ана Розик, сенің... Сенікі қара? Сенікі ма? Ой! Ана сенікі? Тағы да кімдік бар еді? Мұнау сенікі. Бай. Мен бұл кере салып өректім. Жарайды. Қыздар, шығамыз. Шықтып қой ағай. Не сөйлей бересіз жынды құсап? Міне біз дем болдық. Міне не болды ағай? Ештеңе олар бардыңдар да жүгір бол. Ағай жүрейік. Ағай өлтірет тұр. Мен анкем Ира сен киесің, білмеймін не киетін. Давай мен анкем. Жарайды. Кием. Енді сен таңда мен болсам мұнан кие береш. Сен болсаң ше таңда. Мен ана. Мен соңысы мен аптым ғой. Мен ана. Ұлдар шықсаңдаш бұл дезей. Осы ағайда бір шындығына әрең киіміз ауыстырып бітсек. Так,
жұптарына галстук розовый екеулерін жұпсыңдар. Так, енді сары, міне сары екеуің жұпсыңдар. Так, екеуің жұпсыңдар. Так, екеуің жұпсыңдар. Бәрлерін светтен шығар. Я өзім сандап алып әйтеуір дегенде жүрек. Қазір қазір біз би билейміз. Фуй, қалай билеймін мен. Билейіңдер, бол бірінші. Фуй, екісі дейді ғой ше қазір. Айтпақ билейді дегіші. Үшіншісі, ағай айтпаңызшы. Айтпақ қойшы. Болды, бізде бәрлерін қыздар қазір дәретхана жүгіресіңдер. Тоже ағай. Кетік қыздар. Кетік жүгір. Фуй. Фуй. Ой, чөлен шыдадым. Енді бізде қазір осыдан кейін қандай сабақ еді? Осы көйлектермен жүре берейікші, әдем болып, иә. Олар күтпей кетіп қалды. Яна, біз күтпей кетіп қалды. Давай, жүгіріңдер. Үшінші этажға. Олар келіңдер ма? Неғып жүрсіңдер мынандай көйлектемен, а? Кім жүрдеді сендерге? Ағай ғой жүрдеген. Ағайында бір қуатшы. Апай біздің ағайымыз қумайды. Неге қумайды? Таза қуат. Потому что өзі қуғын ғой. Да, конечно, қуат. Бардым да директорге. Жоқ, біз асханаға барайын деп жатырмыз. Кешіресіз. Неғысы біз сізден жақсымыз. Ішіп көрем. Давай неқта отыра берейікші. Қыздар осы ше. Ана қолдар жоғда бізге ғашық болуға жаңа. Ғашық болған сияқты. Қыздар, не айтып атсыңдар? Іштесе, сендер туралы емес. Неғып біз сендер туралы айтамыз. Дай, қыздар, не очень большой. Домбыра тартамыз. Давай, сары кімін тартамыз. Давай. Кім ойленеді? Мен. Енді ұлдар ғашық қой. Басталады өмірім. Жоғар биік төмен ғой. Баста еді өмірім. Күнге самғап ұшаман. Бұң күшті айттың. Соғой. Аяқта апай келатыр ма? Жарайды, документтерді көрейші. Так, не. Жұмысың бар. Фуй, аны трафикін апер жеңдер. Фуй. Сен жындысың ба? Жоқ, жынды емессің. Да, конечно, жындымын. Оны айтам я. Короче, сендерге кешіріңдер билет деп жатқан ғой. Қойш билет ба? Билең керек емес, ау. Жоқ, түсіндер болды. Енді күшті болады деп сенем. Так, директорның апай ұстап алғанына директор бар көрекші. Давай, жүріңдер. Қазір бұлшық жасаймыз, директорның алдында көріп тұрмаймыз. Жарайды, давай, кеттік. Апай, анан қараңыз. Не ол? Жынысыңдар ма сендер? Немене сендер жынысыңдар ма? Компьютерді сындырасыңдар, сендер келесіңдер ма? Жүріңдер директорге. Наконец-то. Есі сындырса болмайды. Жүріңдер балдес, күтіп тұрсыңдар.
болдыңыз. Саламатсыз ба? Айтпақшыдай, мына қыздарыңыз менің компьютерімді бұзған. Сонда қалай? Апай, анан қараңыз деді, компьютерімді лақтырып жіберді. Сендер жындысыңдар ма? Сендер жындысыңдар ма деймін? Уай, бат кетті, я. Сосын мыналары, адамды құрметтемейсіңдер ма сендер? Апай, кешіріңіз. Тек Pigme Ultra Pro Max ғой. Қойыңдаршы, давай. Достар, осымен видео аяқталды. Лайк басып, подписывайтуды ұмытпаңыздар. Бізде осының екінші сериясы шықсын десеңіздер, 100 лайктан соң, ал сау болыңыздар. Осындай болды. Сен не құрсасыңдар, еще я так жоқ, ата-аналардың етіп екен. Орыс естіп жатқанда олар рахаттан тамақ жеп жатыр. Қазір анаяқтан апай келсе, шындысыңдар ма сендер? Неғып тамақты жейсіңдер, рұқсатсыз жүріңдер директорге. Біз сатып алған едік қой. Ана апай алдап кетті чота бізді. Ой, енді директордың алдына тағы да барамыз. Тук, кіріңіз. Қыздар, неғып отырсыңдар сендер? Жай отырғанымыз ғой. Просто апайдың компьютерін сынып жасағанбыз. Жаман кетті. Сау болыңыздар.